саған не жетпейді? Енді қазіргі қоғамда осы саған не жетпейді деген сөз өте жиі естіліп кетті. Сәлем достар, бүгін сіздермен бір өзекті тақырыпты талдайтын боламыз. Сосын сразу айтайын, бірден айтайын, қазақша сөйлейік. Бұл талдаулар тек ой толғаулары. Сұрақтарыңыз болса, тек бүгінгі айтылған ой толғау, сөз талқы дейміз ба, соған ғана байланысты болсын, соның төңірегінде болсын. Ал басқа жеке басымның сұрақтарымен өзіңіздің маған деген көзқарасыңызды айтудың қажеті жоқ. Бір кісі айтады, өзі ұстаздық ететін кісі лагерь ұйымдастырған, сол лагерьге бір келіншек баласын ертіп келді дейді. Яғни ол баланың жасы 14-те, мұрты тебіндеп, ер жетіп қалған жігіт қой енді. Өзінің баласы туралы жаңағы кісіге шағымын айтыпты. Мына баламды сіздердің лагерьларыңызға әкелдік. Тура сөз ұқпайды, айтқан тілімді алмайды, не сабақ оқымайды деп шағымын айтып жатыр дейді. Түні бойы компьютер ойнайды, түске дейін ұйықтайды деп шағымын айтып жатқан ғой. Баласы мама қойшы деп қарсылығын білдіріп жатыр екен. Ұятсыз, жатып шер, жалқау деп енді шешесі біраз жерге барып қалады екен. Смартфон дедің, смартфон әпердік. Сабаққа компьютер керек дедің, компьютер әпердік. Ананы кием, мынаны кием дедің, саған еш нәрсеге жоқ демедік. Осы саған не жетпейді деп айғайлап жатыр дейді. Бұлай қарап отырсаңыздар, жалпы осы саған не жетпейді деген сөз жиі естіледі расымен де. Ата-ана баласына айтады, үлкен кішіге, ұстаз оқушыға, тіпті ерлі-зайыптылар бір-біріне айтып жатады, саған осы не жетпейді деп. Бұл құбылысты ғалымдарымыз зерттеген, логотерапия әдісіне салып, адам болмысын үшке бөлген. Біріншісі соматика, тән, психика, жан, одан кейін налогика, яғни рух сияқты осы үш қабаттан тұрады екен. Тән, жан, рух деген қабаттарды түсіндіру үшін мен сіздерге мынандай бір мысал келтірейін. Содан кейін жаңағы баланың әңгімесіне қайтадан ораламыз. Бір күні бір әйел тамақ ішпей отыр екен. Күйеуі келіп, неге тамақ ішпей отырсың деп сұраған ғой. Сонда әйел айтады, мен толып кеттім, арықтау үшін өзімді тамақтан тыйып отырмын, сол үшін тамақ ішпей отырмын деп айтады екен. Бұл яғни тән қалауы. Түсініп отырсыздар ма? Яғни ол өзінің сымбатын, сұлулығын, мүсінін сақтау үшін тамақ жемей отыр. Яғни бұл тәнінің желаниясы дейді ғой, тән қалауы. Енді екінші жағдайға келейік. Бір күні күйеуі үйіне келсе, әйелі тағы тамақ ішпей отыр екен. Әйеліне сұрайды, неге тамақ ішпей отырсың деп. Әйел айтады, мен жаңа ғана көршімен ұрысып қалып едім, тәбетім тарқап, аяқ қолым тырысып, ас батпай отыр дейді. Яғни бұл оның психологиялық проблемасы. Ол тәнінде емес, оның жанында болып тұр мәселе. Ал енді үшінші жағдайға келейік. Күйеуі үйіне келсе, әйелі тағы тамақ ішпей отыр екен. Енді сұрайды ғой, неге тамақ ішпей отырсың? Сонда әйел айтады, Рамазан айы келді. Алла ризалығы үшін ораза ұстадым дейді. Бұл жердегі ашығудың себебі ол тәнінде емес, жанында емес, рухани болмысынан шығып жатқан ашығу екен. Міне, соматика, психика және налогика деген осылай бөлінеді екен. Жаңағы баланың сонда қорытындылап айтатын болсақ, оның тәні де тоқ, жаны да тоқ, ата-анасы тамағы тоқ, киімі көк қылып, енді мәпелеп өсірді, бірақ ол балаға жетпейтіні өзінің жан дүниесінің құндылығы. Түсіндіңіздер ме? Яғни ата-ана көп жағдайда жаңа тәнінің және жанының мұқтаждығын беріп жатады, бірақ рухани мұқтаждығын қанағаттандыра алмай жатады. Әр адамның әр қабатының мұқтаждығы бар. Әрбір ата-ана баласының ішіп-жемін, денсаулығын қадағалайды. Әрине дұрыс қадағалау керек, ол ата-ананың тікелей міндеті, десек те көп жағдайда осы рухани қабатының әлсіреп қалуы баланың мінезінің өзгеруіне, баланың көзқарасының өзгеруіне, ата-ананы сыйламауына әкеп соқтырып жатады.
психика қабатында, яғни жан қабатында бала асыр салып ойнағысы келеді, ән тыңдап, би билеп, көңіл көтергісі келеді. Ата-ана оның да мұқтаждығын өтеп береді. Яғни аттракциондарға апарады, паркке, циркке апарады, киноға апарады, яғни көңіл көтеретін жерлерге апарады. Сөйтіп оның психикалық мұқтаждығын өтеп береді. Бірақ ата-ананың жиі кетіретін қателігі ол налогикалық дүниесінің бар екендігін ескермейтіндігінде. Яғни рухани қабаттың әлсіреп тұруы. Бұның да өз мұқтаждығы бар. Бұл қабат адамға менің көкірегімді құндылыққа, мазмұнға толтыр, мәнге бөле деп тұрады, бірақ оны бала сөзбен айтып жеткізе алмайды. Бала тұрмақ, біз ересектер өзімізде кейде түсінбей жатамыз ондай құбылыстарды. Бірақ көбінесе бұл балалардан қисық мінезділігімен көзге түседі екен. Яғни логикалық қабаттың жетіспеушілігі, мұқтаждығын ол бала өзінің қисық мінезімен көрсетеді, қыңырлығымен көрсетеді. Баланың мінезінің өзгеруі ол соматикалық себептерге де байланысты. Биологиялық даму болады, жыныстық жетілу ол психикаға өте үлкен әсер етеді. Бірақ оның ішкі жан дүниесі құндылыққа толмаса, яғни логикалық мұқтаждығын бере алмасақ, бұл өтпелі кезеңде анағұрлым ауыр өтеді екен. Жаңағы кісі баласын ертіп келген келіншекке осы 3 қабаттың да құндылығын түсіндіріп айтып бердім дейді. Соның ішінде рухани қабатта, яғни мейірім махаббаттың күш-қуаты, уәдеде тұру, жауапкершілікті сезіну туралы өте көп насихат айттым деп айтып береді.